теңіз туралы аңыз. Қане шығыңыз, тездетіңіз. Қашып үлгерген екенсің ғой. Иә, көрсетем саған. Жаман әйел білек сыбанса, не болатынын көресің әлі. Көрсетем мен саған. Бір жеріңізді жарақаттап алған жоқсыз ба? Осында сәл күте тұрыңыз. Айтпақшы, менің кім екенімді білесіз бе? Сонда, мені танымасаңыз да соңымнан еріп келдіңіз бе? Кім көрінгенге бұлай сене беруге бола ма екен? Мен Тамрионның досымын. Дос. Ол не сонда? Дос. Ешкім сенбейтін нәрсені айтса да ақырында сенім артатын адам. Жақынның басына күн туса, қорған болатын адам. Түсінесіз бе? Сол үшін де мені қорғап қалдыңыз ба? Сыртқа шықсаңыз өте қауіпті. Сондықтан осында болыңыз. Мен барып, Тамрионды ертіп келем. Бұл бір сұмдық болды ғой, қиын болды. Әлгі Тамрионның кесірінен көресіні көретін болдым ғой. Стаңдар! Құппылат! Сехуа! Сехуа! Теңіз туралы аңыз. Алтыншы бөлім. Туысына хабарласа алдыңдар ма? Қазір жеке куәлігі де жоқ, ұялы телефон да жоқ. Кім екенін анықтай алмай жатырмыз. Онда белгісіз науқас деп тіркеп, полицияға хабар беру керек қой.
Осылай ес-түссіз жата берсе жағдай қиын болуы мүмкін. Хабарласыңдар. Жақсы. Кез келген кезде тере бермей. Райыңнан қайтқан кезде менімен сөйлескің келсе, сол кезде менің нөмірімді тересің. Жарай ма? Ол қызға бірдеңе болған бө өзі. Намсанға бара жатып жол апатына ұшыраған сияқты. Қай ауруханаға апарғанын біле аламыз ба? Бүгін қар жауып, ол жақта жол апаты көп болды. Анық қанығын білу үшін біраз уақыт керек сияқты. Жақын маңдағы ауруханалардың біріне жатқызған шығар. Жақсы. Үндеме, Жунжи, мен сені қорғаймын. Мана жеріңе не болған? Аурама? Қош, Жунжи, мен енді осында ақша табам. Көп ақша тауып, бәрін саған берем. Біз енді алғаш қар жауған күні кездесейік. Әне, ана жерде кездесеміз. Жарай ма? Кешіріңіз, мына жерге 30 жас шамасындағы қыз келіп түсті ме? Аты жөні кім? Сеул ауруханасы мекен. Сіздерге жол апатына түскен науқастардың ішінде жоқ, 50 жастағы кісі емес, жас қыз, шамамен 30 жаста. Шашы ұзын, аққұба келген, және өте әдемі. Онда ешкім жоқ па? Жарайды, рахмет. Ханым, президент мырза көңіл айтуға баратын болды. Сол үшін қара галстук. Президент мырзаның өзі хабарласты. Иә, қазір ғана. Бірге кешкі ас ішеміз деп еді, келе алмайтын сияқтымын дейді. Енді мен басқа жұмыстармен шығып бара жатырмын. Иә, жақсы. Қап. Үйде бірге кешкі ас ішеміз деп едік. Қоңырау соғам деп ұмытып кетіппін ғой. Менің келіншегіме мені өлген кісіге барады деп айттың ба? Иә, айттым мырза. Олай болса, жолға шығайық. Жақсы. Осы жер ме? Иә. Кім бар? Мұнда кім бар? Мұнда кім бар? Мына қыздың туыссыз ба? Мына қыздың ыстығын өлшедіңіздер ме? Бағана өлшегенбіз. Қазір анализдерінің қорытындысын күтіп отырмыз. Сәл күте тұрыңыз. Қазір тексердік дейсіз бе? Мына қыздың денесі тастай болып қалған ғой. Расында да дұрыстап тексердіңіздер ме? Әй.
Ой, Не болды? Не болды? дәрігер, дәрігер. Не болып қалды? Науқастың дене температурасы 29-ға түсіп кеткен. Қайдағы жоқты айтма, 29 несі? Жансақтау бөлімін, тезірек дайындаңыздар. Қазір. Түтікті де. Кешіріңіз, ханым, мені естисіз бе? Ханым, 200-ге турала. 200. Дайындал. Қос. Хош, уже. Бәрі дұрыс па? Мен түс көрдім. Сен маған қолыңды создың. Мені құтқарып қалдың. Анализдерін қабылда. Жақсы. Және рентгенге түсіруге дайында. Қане, тез қимылда, тез! Ей, сен жон-жиені қайда кетті деп ойлайсың? Ол клубқа бару мүмкін бе? Әлгі жап-жас қызды үйден қуып шығып өзі қыдырып кеткен шығар. Ұстаздан шәкірт озат деуші еді. Менен жаман нәрсенің бәрін үйреніп алып, менен де жаман болып кетті ғой өзі. Не болды, жаман неме? Ей, жеке куәлік жасап берсін дейді. Медициналық сақтандыру да керек дейді. Жасамайым дейді. Ей, сен оған бір ауқымды тапсырма бермеген соң, мұндай ұсақ түйекке тапсырма бермей-ақ қой. Кейін ол үшін еңбекақы төлемейсің де ғой? Не? Шимчон қазір ауруханада жатыр дейсің бе? Не үшін? Жол апаты? Жарайды. Онда оның кім екенін анықтау үшін жеке куәлік керек қой. Жеке куәлік. Жеке куәлік. Расында да бәрі дұрыс па? Хош, уже. Мені уайымдадың ба? Иә. Рас па? Әрине. Не болды? Жай әншейін. Саған бірдеңе болып қалса, сенің үйіңде отбасыңда жоқ, ешкіміңде жоқ. Сосын менің мазам кетеді. Мені уайымдаған екенсің ғой. Көлікте келе жатқанда жолдан қашу керек деген нәрсені ойламадың ба сонда? Бағана мені уайымдаған соң қолымнан ұстаған екенсің ғой. Қазір мен саған ұрсып жатырмын ғой. Жолдан өтерде екі жақты қарап сосын өт деп. Неменеңе жетісіп ұрсып отырсың, ей? Сен Чимчоңды үйден қуып шыққан соң осылай болды емес пе бәрі? Ей бір. Маған не үшін бұлай қарап тұрсың, а?
Ей бір, былай тұршы. Былай тұр. Бәрі дұрыс па чоң? Қалай, жарақаттанып қалдың өзің? Біз осында жеткенше жанымыз қоярға жер таппай кеттік қой. Ей, болды, жасап әкел дегенімді жасай алдыңдар Жасап ма? әкелдік оныңды. Айтпақшы, қалайша? Көп сұрақ қоя бермеңдер. Дәрігер көп сөйлеп мазасын алмаңдар деді. Аяқ жарақаттанып қалса сөйлесуге болмай ма екен? Болмайды деді. Солай болуы мүмкін бе? Мүмкін. Барып құжаттарын тіркеп кел. Қазір. Демалып отыра тұр, чоң. Барып кел. Кешіріңіз, жедел жәрдеммен келіп түскен науқастың құжаттарын тіркетіп қояйын деп едім. Мінекей, жеке куәлігі мен сақтандыру құжаттары. Ей, жол апатына түскен науқастың ыстығы 29 градус болып, кейіннен қайта қалпына келді деген рас па? Айтпашы, мен тіпті өліп қалды деп ойладым. Сапсау адам сияқты да аяқ асты өліп кете жаздады. Иесің шығып кеткен шығар? Айтпақшы, ол науқастың есімі ерекше екен. Кім еді? Жун Хянг бе еді? Жоқ, Шимчоң. Ішімдік немесе есірткі қабылдамағаныңыз расталды. Бірден хабар беріп, жәбірленушіге жәрдем көрсеткеніңіз үшін жәбірленуші тараппен келісімге келсеңіз болғаны. Кешірім өтінем. Жәбірленуші қайда? Ана жақта. Сен бе? Оны көлікпен қағып кеткен. Сен дейсің бе? Жунже, мен сенің бауырыңмын. Бауырға жарған екенмін. Болмайтын туыстық қатынасымызды түгендегенше сұрағыма жауап бер. Көлікпен қаққан сен бісің? Ол қыз өзі жолға жүгіріп шықты. Байқамай қалдым. Байқамай қалдым дейсің бе? Жай, сенің MP3 плееріңді ала тұрайын деп кірдім де, үстелдің үстінде тұрғанын көрмей, қолым тиіп кетті де сынып қалды. Кешірім өтінем. Әке, кешіріңізші. Ондай болады ғой енді. Мен саған бұны таста деп бұрында айтып едім ғой. Байқамай құлатып алсаң, шеті ғана сынар еді ғой. Дәл мынандай бұт шытыр шығып, жан жаққа шашырап кетпес еді ғой. Сен бұны сындыру үшін әдей істегенсің. Олай емес. Рас айтам. Балды қойыңдар. Сенің апаң бұл суретті таста деп айтпай, керісінше барын салып, сүртіп, тазалап қойып жүргенін көріп, жүрегім аурушы еді. Жақсы болды. Апар да таста. Жина мыналарды. Ей, қойыңдар! Қойыңдар деймін, Жунже! Көргенсіз неме? Чихён, түрегел. Жарақаттанып қалмадың ба? Өй, ақмақ! Қане, ауруханаға барайық. Бұл аяқталма. Мен сені білем ғой. Қасарыс па? Сонда мене ол қызды әдейі қақты дейсің бе? Не болса да сен көлікті дұрыс жүргізе алмайсың ғой. Сен көлік жүргізді деген сөз, ешкім білмейтін бір бағытқа кетті деген сөз емес пе? Қайдағын айтпашы. Шыныңды айт. Менің ізімді кесіп жүрсің бе? Сөйтіп ана қызды қағып кеттің бе? Мен не үшін? Қайдағын айтады екенсің? Жақында менің соңыма адам салғанда сенсің. Әлде сенің анаң ба? Аузыңа не келсе, соны айта бермесеңші. Менің анам сенің ізіңді аңдып қайтсын. Сен кім едің сонша? Мен бе? Мен әкемнің туған баласымын. Барда ата-анаңа жақсылап қара. Сенің жұмысың сол емес пе? Өгей әкенің туған баласы боп жүрсің. Солай емес пе? Бұдан кейін көзіме көрінуші болма.
Иә, әке. Иә, тексеріп бітті. Аса уайымдамаңыз. Жоқ, маған ештеңе болған жоқ. Жақсы, жақсы, әке. Бәрі дұрыс. Жүрміз. Кеттік. Иә, қазір. Мына жаққа ма? Иә, Қане, шемшоң түсе ғой. Бүгін қар жауып, жол апатына ұшырағандар көп дейді. Бір кісілік палата жоқ екен, әзірше осында жататын болдың. сонда мен осында тұрам ба? Жоқ, тұрам дегеннен гөрі әзірше осында жатамын десең болады. Мына кісілермен бірге ме? Иә, әрине. Үйлену деген не? Үйлену деген бір-бірін жақсы көретін қыз бен жігіттің бір үйде тұруы, бір-бірін сүйіп, сүйеніш болуы. Сонда мен мына кісілермен үйлендім бе? Не? Қыз бен жігіт бір үйде тұрса, бір-бірін сүйіп, сүйеніш болса, сол үйлену емес пе? Яғни бір-біріне бөтен болмайды. Мен де бәрін білем ғой. Иә. Қане, енді ұйықта. Жарай ма? Жоқ, менің ұйқым келмейді. Біз бәріміз үйлендік. Мен сондай бақыттымын. Бүгін мына кісілермен үйленсем, кейін Хожунжамен үйленем. Мына қыздың басына МРТ-ға түсіру керек қой. Иә, жақсы. Сондай сүйкімді. Лидия Бак мырза, сіздің қантыңыз көбейіп кеткен, сол себепті сізге емдім. Емдім деген осы екен ғой, өзі сондай дәмді сияқты. Иісі де керемет екен, сондай дәмді шығар, я. Жеңсік асқа тапсырыс берген екенсіз? Хоңжап жампоң. Жеңсік ас деген осы ма? Хоңап. Бұлар тамақты онша жақсы жемеуші еді, бүгін бәрі жақсы жейтін сияқты ғой. Кешіріңіз. Мен мұндамын ғой. Бүгін сіз ашығасыз. Ашыған ба? Иә, беріңіз ашығуды. Дәмді болатын сияқты. Бүгін ашығасыз. Ашығасыз деймін. Тамақ жоқ. Аяқ асты ота жасап қалуы мүмкін. Сондықтан тамақтанбай күтуіңіз керек. Иә, не болды? Хожунше, енді қайттым. Менің басым бәлеге қалды. Не болып қалды? Маған ашығу керек дейді. Басқалардың бәріне неше түрлі тамақ берді, маған бермеді. Енді қайттым. Жунше, енді қайттым. Қайткен несі? Ота жасау мүмкін болған соң сөйткен шығар. Хожунше, мен тамақтанбай күтуім керек екен. Жарайды, онда жатып ұйықта. Көзімді жұмсам болды. Көз алдымнан кетпейді. Не кетпейді? Жампоң. Қайдағыны айтады екенсің. Жампоңның кесірінен ұйықтай алмай жатырмын.
Хошуншы. Хошуншы, қайда кеттің? Науқастың денсаулығы қалпына келді. Көп қан жоғалтқан жоқ. Науқасты бұлай ашықтырып күттіріп қойған болмайды деп ойлаймын. Сіз олай ойламайсыз ба? Енді не боларын ешкім білмейді ғой. Сіз өзіңіз дәрігерсіз бе? Қазір бұл маңызды ма? Және науқасқа ашығу керек болса, алдын ала барып түсіндіріп айту керек емес пе? Өзі тамақ жегенде сондай жақсы көретін қызға аяқ асты ашығу керек дегендеріңіз қалай? Аяқ астынан есінен танып қалса қайтесіздер? Егер тағы да талып қалса, сіз жауап бересіз бе? Мен сізге айтып тұрмын, естимісіз мені? Мен сізге айтып тұрмын деймін. Чимчон ханым, таңғасыңызда келдім. Жампың. Мен не істеп тұрмын? Мен неменеге мәз боп тұрмын? Ей, олай істеме. Олай ойлама. Ол қыздың тамақ ішкеніне мен неге мәз болып қуанып тұрмын? Не болды тағы да? Хошуншы, маған жампың әкеп берді. Енді қайтем. Мен қазір бос емеспін. Өзің сондай келіскен жігіт болыпсың. Ақмақ неме, үн-түнсіз көшіп кетіп, хабар ошарсыз жоқ болып кеткенің қалай? Ренжімеңші аға. Мінекей. Бұл не? Емдік шай ғой. Сен менің келіншегімнің шайын жақсы көруші едің ғой. Мына шайды жиі-жиі ішсең ауырмайсың. Және қыста бұлай жұқа киіммен жүрме. Апа. Апа. Мұнаны ше ғой. Бұлай жылай берсең тамағың ауырып қалады. Ағай, менің апамды ертіп келіңізші. Апаңды ертіп келе алмағаным үшін кешірші мені. Есесіне әрдайым сенің жаныңда боламын. Жақсы ма? Ешқашан жалғыз қалдырмай. Өйтетіндей, сіз маған кімсіз? Мен сенің досың емеспін бе? Керек емес. Апамды ертіп келіңіз. Апамды ертіп келіңізші. Жөнже, ана жаққа отыршы. Сәл көтер. Мен мұна үйден кетем. Онда әкең қайтеді. Әкең сырт көзге қатал боп көрінгенмен ол кісінің сенен басқа ешкім жоқ. Әкемнің жанында сіз барсыз ғой. Мен кетемде анамды іздеймін. Үлкен үй сатып аламда, анам екеуміз бірге тұрамыз. Ал сіз әкемнің жанында болыңыз. Сіз уәдеңізді орындап, ал мен уәдемді әлі орындай алмадым. Әкең іздеп жатыр. Енді бәрін ретке келтіргісі келетін сияқты. Маған енді ештеңенің керек жоқ. Ал мен кетейін аға. Рұқсат болса. Жалпы отбасы болған соң ондай болады ғой. Кешірім сұрағысы келсе де, кешір деген сөзді айта алмай, сағынса да сағындым деген сөзді айта алмай, әкең сөйтіп жүр. Және ол кісі де қартайды ғой. Мына шай үшін рахмет. Сау болыңыз. –
сенің әкең әлгі Президент қой. президент қой. Оны қайдан білдіңіз? Телехикаяны бірінші күн көріп отырғам жоқ қой енді. Не әкесін жоғалтып алады, не кішкентай кезінде ажырасып кетеді. 100% солай. 100% президент. Директор да емес президент. Солай. Не үшін? Не үшін несі? Әдетте солай ғой. Мен Геохуанды шын сүйем. Менің ұлыммен дәл қазір айырылыс. Алмайды. Мен мұны ала алмайм. Әй, бетіне су шашатын болды ғой. Не? Қалайша бәрін білесіз? Анау үстелдің үстіндегі тостақтағы су бар емес пе? Оны ішсін деп апарып қоймаған. Оны ақшаны алмай қойған жағдайда бетіне шашу үшін апарып қойған. Сонда ақшаны алмай қойғандарға сөйтіп шу шашама? Сен ғана қаламайсың ба? Бәрі де қаламайды ғой. Маған мүлде болмайды. Бірақ ана ел не үшін су шашты? Ұлымның сенімен бірге болған қаламаймын. Сені отбасының бір мүшесі ретінде қабылдамайым дегені ғой. Отбасы деген не? Расында да білмей сұрап отырсың ба? Отбасы деген не болшы еді? Мына жерде науқастарға қарап отырған адамдардың бәрі отбасы ғой. Отбасы деген тәтті тоқаш сияқты екен ғой. Олар дәл бір тәтті тоқаш сияқты. Ыстық, әрі тәтті болады екен. Иә, өте тәтті. Бір түрлі, иә? Тым бір түрлі сияқты. Түсіне алмай әлек болып жүрмін. Жаны да, тәні де. Шынымды айтсам, жол апатынан кейін қалпына келу мүмкін емес еді дейді. Ал ол болса бірден қалпына келіп алды. Мұнда бір гәп бар сияқты. Сонда қалайша? Өзіне мәңгүрт пе? Мен сонда сол қызғырлы болмадым ба? Әй! Алдын ала дәрі ектіріп алу керек сияқты. Бірақ Жонжы неге оған жанашырлық танытып жүр? Үйден қуып шықты болды емес пе? Оның Испанияда болған кез мүлде есінде жоқ. Соның осы қызбен бір байланысы бар шығар деп жүрмін. Оның үстіне алабажақ болып жүрген соң сол қыздың болмысын білгісі келіп жүрген шығар. Оны менің де білгім келеді. Ол кім өзі сонда? Мен ойша болжам жасап көрдім. Жадысын жоғалтып алған бір байдың қыз емес пе екен деп ойлайсың. Жабайы адам тамыр сияқты денсаулыққа жақсы нәрселерді көп жеген соң денсаулығы сондай мықты. Қайдағын айтпашы. Көше кезіп жүрген қайыршы екені көрініп тұр ғой. Қош келдіңіз, мырза. Сенің есің дұрыс па жоқ па? Ұлыбританиядан Ли мырзаның ұлы келді дегенде естімедің бе? Анадай қоқыстардың тез арада көзін құрту керек емес пе? Кешірім өтінем. Ана әйелге жұмысқа кедергі келтірді, жала жапты деп айыптап өзінің үстіне шағым түсіріп көзін құрт дедім ғой. Кешірім өтінем. Неғып тұрсың көзін құрт ананың? Иә, бірақ мырза, ол кісі аяқ астынан қызынан айырылып қиналып жүрген сияқты. Мен де бала тәрбиелеп отырған ата-ана ретінде. Саған жалақыны кім төлеп жатыр? Мына аурухана ма әлде? Ана әйел ме? Әлде аш қалғың келіп жүр ме? Мына ауруханадан алатын нәпақаңнан айырылғың келіп жүр ме? Кешірім өтінем. Ей! А? Мырза! Бәрі дұрыс па? Мына кісіні аш қалдырмақсың ба? Аш қалудың қандай қиын екенін білесің бе, а? Бұл мүмкін бе? Бұл қыздың аяғы сынды демеп пе едіңдер? Кеше жедел жәрдем бөлімінде тексерген кезде аяғының сынғаны анықталған болатын. Менің ұшып кеткенімді көрдің бе? Таеквондодан әлем чемпионы да дәл бұлай теп алмайды ғой. Соны айтам. Бұл қалай болғаны? Лайықты жазасын алды. Не? Мына кісі басқа кісіні тепкен соң, мен мына кісіні тептім. Не дейді мынау?
есі дұрыс па өзінің? Біз де солай ойлап, басын МРТ-ға түсіріп тексерсек пе деп жатырмыз. Жоқ. Бұл есінен адаспаған. Әлгі көлік иесінен ақша талап ету үшін өтірік осындай кейіп танытып жүр. Заңгерлік бөліміне хабарласып, құқық қорғаушыға келсін де. Полицияға ұстап беріп, бұған түрменің суық күрішін жегізейін. Не дейді? Түрменің күріші дәмді ме дейді? Менің кесірімнен әбден әуреге түсетін болдыңыз ғой. Кешірім өтінем. Неге сонша көңілсізсіз? Менің қызым сондай ақ көңіл еді. Маған жаны ашып тіпті саяхаттауға да бармай қойған еді. Жеңіл ота жасалды деп еді. Бұлай қайтып оянбай қалатын білсем, ол үшін бәрін істер едім. Саяхатқа да күштеп жіберіп, әдемі киімдер сатып әперер едім. Жұмыста істемей, жиі қыдыр дер едім. Қызыма ештеңе істеп бере алмағанымды ойласам, тіпті ұйықтай да алмайым, тамақ та батпайды. Міне осылай қызымнан айырылып қалдым. Менің құпиямды білгіңіз келе ме? Мен адамның ойындағысын өшіре алам. Қаласаңыз өшіріп берейін. Сізді мұңға батыратын ойларыңызды, қызыңызды ойламасаңыз, мұңаймайсыз ғой. Мен сізге көмектесейін. Мен сабаққа барып келем. Тамақ салып алдың ба? Салып алдым. Сіз кіре беріңіз. Апа, мен саяхатқа бармай қояйын. Ештеңе етпейді. Рас айтам. Апа, сенің исің сондай керемет. Үй тапсырмасын орындап бедің? Әрине, мен озат оқушымын ғой. Апа, мен күлкілімін бе? Күлкілі емессің. Апа, маған ота жасап болған соң, Жежу аралына қыдырып барайықшы. Жарайды, мен сыртта болам. Сәлден соң көрсеміз. Жоқ. Қанша қиналсам да, өлгенімше өзімен бірге ала кетем. Неге? Қиналып жүрсіз ғой. Қиналсам да, оны жақсы көремін. Қызымды ұмытып, мейірімнен айырылғанша қиналсам да, оны жақсы көре алғаным жақсы емес пе? Өй, бір тым алысқа ұшып кетті ғой. Сүйегі сынған демеп пе еді? Солай деген? Бұнысы несі? Шимчон сонда осынша күшті ме? Білмеймін. Рентген кескін ауысып кеткен бе, қалай өзі? Айтпақшы, не істейтін болдық? Аурухананың директорының орынбасар таяқ жеді. Енді Шимчонның үстінен шағым түсіріп түрмеге отырғызбақшы. Енді не істе демексің? Көмектеспейсің бе? Не үшін көмектесе дегем? Кім көрсе де, мұнда Шимчондікі дұрыс емес қой. Міне қара, аяқ сынған деген адам секіріп жүрмес пе? Бұл ақылға қонбайтын нәрсе. Ей, сонда да мынаны қараш. Мына кісінің істеп тұрғаны дұрыс па енді? Таяқ жейтінде әрекет жасады ғой өзі. Жарайды, бопты. Дөрекілікті жек көрем. Солай ма еді? Иә, солай, мен әдепті болуды маңызды деп ойлаймын. Сен бе? Иә, мен. Мына Шимчонның әрекетіне көз жұма салуға болады, бірақ мына кісінің әрекетіне... Сонымен? Бір сілкіп алайық. Ешкімді менсінбей жүрген мына бір адамды.
Бұл аурухананың директоры қазір Гавайида демалып жүр. Ал оның ұлы араға 10 жыл салып елге оралды дейді. Демек, ол әкесінің мұрагері болады деген сөз. Директор орынбасары оны бір құдайдай көріп отыр. Мансап қуған адамның дәл өзі. Иә, директор мырза. Сен не, әуежайға адам жібермеп пе едің? Иә, қазір бәрі сыртта тұр. Менің ұлым енді ауруханаға жетіп қалыпты. Қайда қарап жүрсіңдер? Ау. Ли Хен Донг мырза? Иә. Уильям Чой. Танып тұрған жоқсыз ба? Әуежайға бара алмағанымыз үшін кешірім өтінем. Бәрі қарбаласып, не істеп, не қоярымды білмей қалдым. Әкем жеткен соң хабарлас деп еді, телефонымның қуаты сөніп қалып. Ли директор. Иә, әке, мен аман сау жеттім. Ой, білмеймін, әуежайда 2 сағаттай күттім де, сосын таксиге мініп кетіп қалдым. Жыным келіп тұр. Жоқ, керек емес. Жұмыстан шығармай қойыңыз. Бекерге жұмыстан шығарып қайтесіз. Бәрі дұрыс. Директор орынбасарының кеңсесі. Уильям Чой? Иә? Мен сізді ауруханаға ертіп апарайын. Жақсы. Мына жаққа қарай. Осы кезде мен әлгі Уильямды көлікке мінгізіп, ары-бері қыдыртып жүре тұрам. Мені қайда апарасыз? Кешірім өтінем. Мына GPS-ті жаңартып едім, жолдан адасып, күре жолға бірақ шығып кетіппін ғой. Біз уақыт созып жүргенде Тео директор орынбасарының ұялы телефоны мен компьютеріндегі ақпараттарды зерттеп шығатын болады. Дыбыс хабарлама, электронды поштасын, біраз нәрсенің иіс шығатын болады. Кім науқастың сырқатнамасы? Кім науқастың сырқатнамасы? Түзетілген. Мына жаққа қарай тура. Мен Чой мырзаның өзіне де айтқанмын, осы жаққа қарай тура деп. Ой, иіс. Иісінің жаманынай, бір жаман иіс шығып тұр ғой. Дезинфекция жасап еді, соныкі шығар. Біз тазалыққа сондай қатты мән береміз. Ой, сіздің үстіңізден шығып тұр ғой. Жағымсыз иіс екен. Менен бе? Асқазаным ауырып жүреді. Соныкі шығар. Бірақ аузыңызды жапсаңызда иіс кетер емес қой. Өзіңіздің денеңізде бір жағымсыз иіс бар сияқты ғой. Солай ма? Сізді түсінсем бұйырмасын. Әй, сөйлемеңізші. Сендер кімсіңдер? Сен Ли мырзаның ұлы емессің ғой. Мына жерден шыққан сияқты ғой, жағымсыз иіс. Дәрігердің қателігі қысым жасау, пара алу. Мәс саған. Мынаны ханым білсе жағдайыңыз қиын болайын деп тұр ғой. Жеке басым өз отбасына қиянат жасайтын адамдарды жек көрем. Соңғы кездері фармакомпаниялардан жеңілдікті құмар ойын арқылы алатын болған ба? Бір раундқа 1 миллион? Бір күнге 1 миллиард? Әрине, ол жақтағылар әдейі жеңіле салады. Маған не үшін бұлай істеп жатырсыздар? Не істейсіз? Мынаның бәрін журналистерге жайып салайық па? Тездетіңіз, оның қолы қатты дірілдейді. Қанша қалайсыздар? Бәрін ақшамен шешем дейсіз ғой. Әрине, бұныңыз бізге жақсы ғой, бірақ бұл жолы ақша алмаймыз. Есесіне бір жақсылық істесеңіз болады. Біз үшін. Иә, әрине. Не істе десеңіз де. Алдымен, әлгі сізді тепкен науқас қыз бар емес пе? Иә. Соның әрекетіне көз жұма салыңыз. Әрине қиын емес қой. Таспен ұрған, таспен ұр демешім еді. Иә, оның үстіне ондай қатты ауырған жоқ қой. Жақсы. Және осында кіріп келе жатып, көріп қалдым. Амансыз ба? Мені өткендегім үшін кешірші. Мынау
отаға қатысты сырқатнаманың түп нұсқасы. Біздің дәрігерлердің қателігі болғаны рас. Ота жасау барысында қателік болды. Ота аяқталған соң науқасты бақылауда ұстай алмай қалдық. Сөйтіп, қызыңыздың өліміне бізді кінәлай берсеңіз болады. Алдағы уақытта заң алдында жауап беріп, қажетті көмекті көрсетуге заңгер бөлімінен сізден кешірім өтінем. Ох, қате. Ей, сенде бір. Осы қол дірілдегенге не пайдалы екен, а? Маған аурухана сондай ұнайды. Тамақтары да дәмді, әрі жаурамайсың. Әй, бір аурухананың тамағы дәмді болушы ма еді? Мүлде дәмсіз ғой. Ой, мынау неге ашылмай қалды? Охо, күшін көп екен ғой өзіңнің, рахмет. Охо, тамақтанып отыр екенсіздер ғой. Иә. Ас болсын, еш жеріңіз ауырған жоқ па? Жоқ. Чимчон ханым, сіз жазылсаңыз, ауруханадан шықсаңыз болады. Ауруханадан шығу деген не? Отбасыңызға барсаңыз болады. Отбасыға бару деген не? Үйге бару деген сөз. Мен тамақты көп жеген соң қуып жатсыз ба? Солай екен ғой. Тамақты көп жемейм, осында қала берсем бола ма? Жоқ, олай етуге болмайды. Менің үйім жоқ қой. Үйге бара алмаймын ғой. Үйге кеттік. Үйге кеттік дейм. Жүр. Жақсы. Ей. Дәрігер, бұған жүгіре берсе бола ма? Әрине, бастан аяқ тексеріп шықтық, денсаулығы бір қалыпты, тіпті марафонға қатысса да болады. Ол мүмкін болар ма екен? Жедел жәрдем бөлімінде қателескен бекен, рентген кескінін ауыстырып жіберген сияқты. Ондай жағдай бұрын болмап еді, кешірім өтінем. Бәрі дұрыс па? Кеттік. Қожунже, енді алғашқы қар қашан жауады? Алғашқы қар жылына бір-ақ рет жауады. Биылғы жылдың алғашқы қар жауып кетті, енді келесі жыл. Солай ма? Онда мен енді алғашқы қарды көре алмайды екенмін ғой. Неге? Сен не, келесі жыл бір жаққа кетесің бе? Қайда кетесің? Қожунже, адамдар мұңайып, қиналса да өткенін ұмытқысы келмей ме? Не? Тамақ батпай, ұйықтай алмай қиналса да ұмытқысы келмей сүю деген қандай болады екен, а? Сүйем сені. Не ойлап кеттім? Ау? Ау? Ештеңе. Сен алғашқы қарды көргің келе ме? Сеулде алғашқы қар жауып кеткенмен, басқа жерде әлі жауып жатыр. Рас па? Қалай? Барып көргің келе ме? Иә, көргім келеді. Жақсы. Сырқатнаманы осынан аламыз ба? Иә, сенім хат пен келісім хат әкелдіңіз бе? Иә, мінекейіңіз. Кешіріңіз, рентген кескінде бересіз ғой, Иә.
Президент мырза, мен Жуженмен кездестім. Кездестім дейсің бе? Иә. Сіздің де кездескіңіз келетінін айтып едім. Оған әлі біраз уақыт керек сияқты. Мен тағы кездесіп оны көндіруге тырысамын. Мырза. Иә, президент мырза. Саған әрдайым алғыстан басқа айтарым жоқ. Оқасы жоқ. Міндетті түрде онымен кездестірші. Менің оған айтар сөзім көп. Иә, түсіндім, президент мырза. Президент мырза хабарласты ма? Иә, қазір ғана. Сіз... Мына жерге алғашқы қар қалың жауған ба? Иә. Мен бар ғой, саған көрсетсем деп алғашқы қар қалың жауған жерді іздеп әрең таптым. Рахмет, Хожунше. Ішке кірейік. Оқу. Періште ғой мынау, періште. Мынаны киіп алайық. Бұл жерге келген соң осыны кию керек. Айтпақшы, тура осындай көріністі бір жерден көрген сияқтымын. Дежавю ме? Міне қара. Төмен түсетін кезде екі аяғыңды бұлай түзу ұстасаң, төмен сырғанайсың. Міне бұлай. Көрдің бе? Және тоқтайтын кезде... Мынаны қалай тоқтатамын? А әрпін жаса, А әрпін жаса. А әрпі деген қалай? Мен А әрпін білмеймін ғой. Қап ақмақ неме. Жонже! Жонже! Хожунше, кейін тұр.
Қазір ғана сенің жаныңды аман алып қалғанымды білесің бе, жоқ па? Білем. Онда менің бір өтінішімді орында. Қандай өтініш? Мен бір нәрсені салыстырып көрейін деп едім. Иә. Сен мына сөзді қайталап айтып көрші. Қандай сөз? Енді сені сүйем деп. This is love story. 감출 수가 없는 너만 보는 두 눈을 감을 수가 없는 난 This is amazing. 세상 모든 것을 내게 모두 준대도 너와 바꿀 수 없어 내 사랑은 언젠가 한 번쯤 6-шы бөлімнің соңы. 내게 와줄 거야. Фильм «Шаһар» телерадио кешенінің тапсырысы бойынша аударылып дыбысталды.